Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнепресс құрылтайдың тақырыбы Абай қара сөздері және қазіргі қоғам. Абай қара сөздерінің бүгінгі қоғаммен байланысы деп аталады. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратуын нәрселер. Алтыншы сөзінде Абай бірлік, ақылға бірлік, малға бірлік емес десе, ол қай тірлік? Ол осы жан кеуденен шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Жанын қорғалап, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Тірлік олар емес, көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзін тірі болсан да, көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Ал еңбекпен ерінбей мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртын пысық, ішін ас, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Орта келгенде Абайдың қара сөздері оның ақындық мұраларына қосылған бағалы қазына дейміз. Біздің қоғам үшін Абай өмір кешкен тарихтық орта мен қоғамдық шындықтар мүлде алыста, артта қалған дүние. Осы тұрғыдан қарағанда қара сөздердің арманы мен мазмұны, мұраттары тек тарихтық жағынан бағалы деу керек. Абайдың адамгершілік жөніндегі моральдық өсиеттерін алсақ, олардың ішінде біздің заманға да бағасы зор шындықтары, тәрбиелік ойлары аз емес. Ал осы аталғандардан басқа Абайдың поэзиялық мұрасына қоса қара сөздері беретін әр заманда бағасы жойылмайтын бір үлкен қымбат қазына бар. Ол Абайдың осы қара сөзі жазған тілі. Абай ұстанған оқу, тәрбиелік қағидалардың қазіргі қоғам талаптарымен үндестігін байқап, жастарға ұлттық тәрбие беруді, имандылық, адамгершілік, еңбек, эстетикалық тәрбиесін бүгінгі жас ұрпақ қажетіне жаратуды жүйелілікпен пайдалану қажет. Ақынның дүние көзқарастарының тек өз заманы үшін ғана емес, бүгінде де үлкен тәрбиелік мәні зор. Біздің осы күнгі сөйлеп, жазып жүрген әдеби тіліміздің тарихы жалғыз ғана Абайдан басталады деп кесіп айтпасақ та, сондай сапалы тілді қазақтың жазба әдебиетінде анық биік белге өрлетіп шығарған Абай екені даусыз. Қазіргі қоғамда Абайды оқып үйрену елдің жастарына үлкен рухани байлық болары анық.